Сәлеметсіздер ме? Біздің каналымызға қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай 5 минутта дайындалатын шоколадты рулеттің рецептімен бөлісетін боламыз. Бізге керек заттар: какао, сүт, шоколадты печенье және қант. Шоколадты печеньемізді блендермен үгітіп алуымыз керек. Осындай болып үгітілуі керек. Енді оны өзімізге керек ыдысқа саламыз. Үстіне какаоны саламыз. Оны араластырамыз. Енді оның үстіне сүтімізді құямыз. Сүттің температурасы жылы болу керек. Және сүтті 2 бөліп құйған жөн. Және де соңынан қантымызды саламыз. Осындай жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр шығу керек. Енді оны пищевая пленкаға орап, тоңазытқышқа 15 минутқа қойып қоямыз. Енді кремін істейміз. Ол үшін бізге сливочный сыр, қант ұнтағы, ванильді қант керек болады. Содан соң сливочный сырымызды керек ыдысымызға салып, үстіне ванильді қантты салып араластырамыз. Араластырып болған соң, соңынан қант ұнтағын салып, оны да жақсылап араластырамыз. Осымен біздің креміміз дайын. Енді қамырымызға көшейік. Қамырымызды тоңазытқыштан алып, оқтауымыз жабысып қалмау үшін асты үстіне пищевая пленка төсеп, оқтаумен жұқалап, жайып шығамыз. Енді пищевая пленкамызды оның бетінен алып, кремімізді жақсылап жұқалап, жайып шығамыз. Біз кремімізді жағып болдық. Енді оны видеода көрсетілгендей дөңгелетіп, рулет сияқты қысып орап шығамыз. Оның бетін пищевая пленкамен жауып, тоңазытқышқа 1 сағатқа қоямыз. Міне, осымен біздің шоколадты рулетіміз дайын болды. Бұл оп-оңай жасалады. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де біздің арнамызға тіркеліп, лайк басып, біздің арнамызда жаңа рецепттер күтіңіздер.